Баршаңызға сәлем, қымбатты достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен самсаның 4 түрлі қамыры мен 6 түрлі түю әдістерімен танысатын боламыз. Яғни сіз бір видеоны қарау арқылы самсаның барлық түрімен танысып шығатын боласыздар, және де бұл видеоны сақтап қойсаңыздар, самсаның кез келген түрін жасайтын кезде осы видеодан барлығын қарап тауып алсаңыздар болады. Өте ыңғайлы деп ойлаймын. Ең бірінші біз песочный, яғни үгілмелі, және песочный слоеный, яғни үгілмелі қатпарлы қамырымызды дайындайтын боламыз. Оның қамырын илеу үшін сары майымызды ұнымызға араластыра отырып, осылай үкішпен өткізіп алып, сонан соң қолымызбен еге отырып, осындай крошка жасап аламыз. Үстіне тұзымызды салып араластырамыз. Сонан соң қою қаймағымызбен жұмыртқамызды салып, осылай араластырып жіберіп, қолымызбен жұмсақ қамыр илеп аламыз. Біздің қамырымыз сұйықтау болып шығады, ішінде қаймағы болғандықтан, бірақ өте нәзік жұмсақ болып шығады. Осылай ешқандай да демалдыртпай, қазір екі бөлікке бөліп жатырмын. Біреуін жай ғана өзінен жасайтын боламын, екіншісінен тағы да бір слой жасайтын боламын. Ол үшін осы қамырымды өте жұқа етіп жайып аламын. Мен мұны не үшін жасап жатырмын? Себебі ютубта осындай рецепт өте көп. Песочное слоеное тесто деп жаңадан шығып жатыр екен. Себебі бұрын мен тек песочное тестаны көретін едім. Айырмашылығы бар ма екен, қарап көрейін деп жасап жатырмын. Осылай жайып алғаннан кейін бетіне май жағып, еріп тұрған майды жағып, оны кішкене кепкенін күтіп, осылай рулет сияқты етіп орап аламыз. Енді жаңағы екі қамырымызды да жарты сағатқа мұздатқышқа немесе 2 сағатқа тоңазытқышқа салып аламыз. Міне осылай қатып дайын болып тұрады. Осындай салқын күйінде болса, бізге жұмыс жасауға ыңғайлы болады. Ал егерде жылы жерде тұрған болса, ол ішіндегі май еріп, сұйық болып бізге қазір самсаны жасатпайтын болады. Видеода көрсетілгендей етіп, кішкене бөліктерге бөліп, әрқайсысын осылай оқтаумен жаю арқылы самсаның формасына келтіреміз. Салмасына кез келген өзіңіздің қалаған салмаңызды қолдануға болады. Менде бұл уйғурский самса болғандықтан ішіне картоп қосып, ет, пияспен жасадым. Міне дәл осылай видеода көрсетілгендей шеттерінен осылай баса отырып саусағымызбен дәл видеода көрсетілгендей етіп жасап шығамыз. Еш қиындығы жоқ. Негізінен қамырыңыз қатқан, яғни тоңазытқыштан шыққан болып тұрса, оңай жасалады. Мен де бұрын жасай алмайтынмын, неге десем, ол қамыр жұмсақ болып кеткеннен болады екен. Міне осылай саусағымызбен басқанда шыққан қамырдың бөлігін тағы басу арқылы үстінен осылай жай көрсетіп жатырмын. Осылай жасалады. Жаңағы жасаған самсаларымыз жай ғана песочный тестодан жасалған, ал мынау песочный слоеный тестодан қазір жасайтын боламыз. Дәл солай оны да кішілеу бөліктерге бөліп аламыз, және де дөңгелете отырып жайып аламыз. Салмасында түйу әдісінде дәл жаңағы бірінші жасаған самсаларымдай етіп жасадым. Бірақ екеуі шатасып кетпес үшін біреуінің бетіне ақ күнжіт, біреуінің бетіне қара күнжіт сеуіп айырып қойдым. Негізі жұмыс жасағанға осы песочный слоеный тесто оңай болады екен. Енді 180-190 градус қызып тұрған пешке жарты сағат 40 минутқа салып, өзіңіздің пешіңізге қарай пісіріп аламыз, беті қызарғанға дейін. Енді қазір ортасынан бөліп көрсетейін. Ең алдымен песочный слоеный тесто мынау, яғни бір қатпар бөлек тағы жасағанымыз. Қамыры осындай болып шықты. Өте әдемі және дәмі өте нәзік, керемет. Ал мынау ақ күнжітпен алғашқы жасаған самсаларымыз. Бір қызығы, екеуінен ешқандай айырмашылық сезбедім. Екеуі де бірдей болып көрінді маған. Дәмі бірақ өте керемет. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Оңай жасалады. Уақытыңызды көп алмайды. Менің байқауымша соңғы қабатта жасап қажет емес екен. Енді келесі самсамызға көшейік. Бұл бізде кәдімгі қатпарлы самса болатын болады. Не осындай қамыры слоистой болып шығады. Ол үшін біз осындай салқын суға тұзымызды салып ертіп аламыз. Сонан соң ұнымызды еліктен өткізіп дайындап аламыз. Барлығының мөлшерлерін мен видеоның астында міндетті түрде қалдыратын боламын. Енді суымызды құйып, қаттылау қамыр илеп аламыз. Қамырды жақсылап бір 5-10 минуттай иін қандырып тұрып, ұзақ илеген жақсы болады. Осындай жұмсақтықта қамыр шығады. 5-10 минутқа тағы да бетін жауып қоямыз да, 5-10 минуттан кейін міндетті түрде қайтарып илейміз. Біз қамырымызды жақсы етіп жаю үшін осындай иін қандырып алуымыз керек. Міне әдемі қамыр болды. Осыны енді тағы жарты сағат, 1 сағатқа демалдырып аламыз. Қараңыздар, осындай жұмсақ әдемі қамыр шықты. Қатты жұмсақ та емес, қатты да емес, орташа қамыр болып шығады. Енді екіге бөлеміз де дөңгелетіп алып, біртіндеп жаюды бастаймыз.
Жұқалығы осындай жұқалықта қамыр шығу қажет. Бұдан қатты жұқа етіп жібермеңіздер. Және де айта кететін жайт, сары майымызды осылай 1-2 минуттай қайнатып аламыз. Еріткеннен кейін тек өшіріп тастамаймыз, 1-2 минут қайнатып алған жақсы болады. Жай болған соң бетіне осылай сары майымызды жағамыз. Жаңа қайнаған сары майымызды және міндетті түрде 5-10 минут бетін кептіріп аламыз. Сонан соң барып келесі қамырымызды бетіне төсеп аламыз. Оның да дәл солай бетіне майымызды жағып шығып, оны да міндетті түрде кептіреміз. Осылай кептіріп алмасақ, біздің қамырымыз қатпарлы болмай қалады онша. Сонан соң осылай рулет етіп, тығыздап, міндетті түрде целлофанға салып, тоңазытқышқа 2 сағаттай ұстап аламыз. Міне біздің қамырымыз енді жұмыс жасауға дайын. Енді әдеттегіше самса жасауға кішілеу бөліктерге бөліп қамырымызды, самсамызды жасайтын боламыз. Енді қазір мен сіздерге самса түюдің әртүрлі әдістерін бөлісетін боламын. Біріншісі тюльпан әдісі немесе капля әдісі. Осылай бір шетінен пышақпен кесіп жіберіп, жанына фаршымызды орналастырып, осылай дәл видеодағыдай айналдыра әкеліп ораймыз да, астыңғы жағын қолымызбен біріктіріп тастаймыз. Міне осылай оп-оңай дайын болады және әдемі көрінеді. Енді дөңгелектеп қою әдісін көрсетемін, ол да әдемі көрінеді. Осылай беляши жасаған сияқты жинап әкеліп орап тастаймыз. Ораған жағымызды астына жіберіп, үсті осындай тегіс әдемі болып тұрады. Енді 4-бұрышты конверт тәрізді етіп қоямыз. Ол да әдемі көрінеді дастарханға қойғанда. Міне осылай жай ғана 4 бұрыштап біріктіріп бүктеп тастаймыз. Мінекей осылай оп-оңай. Енді қалғандарын мен кәдімгі классикалық түрде 3 бұрыштеп жасадым. Осылай барлығын жасап болған соң бетіне жұмыртқасын күнжітіне сеуіп 40 минуттай 180 градус пеште пісіріп алдым. Міне қандай қатпарлы қабат болып тұрғанын видеодан көрсеңіздер болады. Менің өзіме дәл осы қамыр өте қатты ұнады. Басқа қамырлардан көрі ең қатты ұнағаны осы болды. Қытырлап жегенде сондай жағымды болып тұрады. Балғын күйінде жесеңіздер, ыстықта жесеңіздер тіпті керемет. Келесі самсаның түрін ашытқы қосылған қамырдан жасаймыз, яғни пирожки сияқты болып шығады, бірақ енді өте керемет. Ішінде асқабақ салмасымен жұмсақ, нәзік үлпілдеп шығады. Міндетті түрде бұны да жасап көріңіздер. Оның қамырын илеу үшін алдымен жылы сүтке жылы суымызды араластырамыз. Сонан соң ашытқымызбен қантымызды салып, дәміне қарай тұзымызды саламыз және де бір жұмыртқамызды жарып салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Араластыра отырып, ертілген сары майымызды қойып жібереміз. Тағы да біркелкі масса болғанша араластырған соң, ұнымызды алдымен осылай венчикпен араластыра отырып салып, сонан соң қалғанын салып жіберіп, қолымызбен жұмсақ нәзік қамыр илеп аламыз. Қамырды міндетті түрде 5-10 минут жақсылап қандырып илеп алыңыздар. Осындай қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр шығуы тиіс. Бетін жауып, жылы жерге 1,5 сағатқа көтерілуге қойып қоямыз. Міне біздің қамырымыз осындай болып көтерілді. Енді салмамызды дайындап аламыз. Сол уақытта енді ұн қолдана отырып, қамырымызды ұзын сопақ пішінге келтіріп, әдеттегідей самса жасауға арналған кіші бөліктерге бөліп аламыз. Сіздерге самсаны түюдің тағы да бір әдісін көрсетейін деп жатырмын. Бұл мантының ерекше түю әдісіне ұқсайды. Дәл сондай қылып ортасына салмасын салып, үстінен 3 бүріп алып келіп, қалған жерлерін айқастыра отырып, өрген тәріздес етіп жабыстырамыз. Қазір жай видеодан көрсетемін. Жасалуы өте оңай, мүлдем уақыт алмайды. Мен ойлайтын едім, уақытты көп алатын шығар деп, бірақ оңай жасалады. Әрі әдемі көрінеді. Осындай ашытқылы қамырдан жасалатын басқа тағамдарыңызды осындай өру әдісін қолданып жасасаңыздар болады. Барлығын осылай жасап алып, 180 градус қызып тұрған пеште онда 40 минуттай пісіріп алдым. Осылай қызарғанша пісіріп аламыз өзіңіздің пешіңізге қарай. Қазір ортасын бөліп көрсетемін. Өте жұмсақ болып шығады. Біз бірден жеп алдық. Осы пісіргенімді түгел тауысып алдық бір шайдың басында. Өте дәмді. Асқабақпен жасасаңыздар тіпті керемет үйлеседі екен. Байқасаңыздар ішінен соғы бөлініп, енді керемет болып тұр. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Мінекей осымен сіздерге бір видеода самсаның түрлі қамыры мен түрлі түю әдістерін жасап көрсеттім. Сіздерге пайдалы болуға қатты тырыстым. Егер де сіздерге ұнаған болса, менің еңбегімді бағалап, видеома лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, каналыма тіркеліңіздер. Баршаңызға ас болсын.